Mana ösümdük bitteri. Ösümdük bitteri. Бұл өсімдік біттері. Mana ағарғандар барды, жұмыртқалар. Мыналар. Бұлар жақында қимылдай баштайды. Mana мөре тұрған шақ. Mana мөрет. Mana бүшір ашылады. Mana аппақ болып тұрады. Құттар. Тұқымдары. Азыр біз шашқан препараттар mana şu тұқымдарды күйгізеді. Тұқымды күйгізсе овицидный свойства дейді. Тұқымдарды күйгізеді. Грибковый болезньдерді, парша-маршаның ұрықтарын өлтіреді. Бүчір удобрение тамырдан берілбей, шаққа келіп манерден сіңіп алып, камби арқылы бүчір бақват болады. Таза. Мынау шақтар кәсәл болған. Қарарып тұрады, грибковый болезньдер бар берді. Парша-марша жаңы башқа болезньдер. Өрікті дағын, шаптылыда дағын, бардығы да үшін барды. Азыр мед, жез, медный купорос келіп, мына кәсәлдерді тазалайды. Тұқымдарды күйгізеді, удобрение өстіреді, бақ жақсы. Мана бүчір. Азыр дағын бір марттың аяқтарыға мынандай бүчірді жеп қоя тұрған құттар шығады. Мына бүчір жейілген. Берден еме өспейді. Бүчір жейіліп тұрады. Ана шонда кейінгі обработканы қылағыз. Спецодежда киіш керек. Бұл өтік, резиновый. Жуғанға жақсы ыңғайлы болады. Көзге ашки, қолға перчатки. Үстіңізге дайын спецодежда, комбинезон болса болады, же баяғы үйге киілбей тұрған киімдерді кисеңіз болады. Анан респиратор мұрынға. Бірінші өзіңіздің денсаулығыңызды сақтайсыз. Бұнда комбинезонды өтіп кигенде кейбірде маңдай қылып киеді. Шул тура емес болып қалады. Әрі шашқанда үстіңе түшкен су өтіктің тышыдан ағып кетіш керек. Адамның денесіге контакт азырақ болыш керек. Мына ем тура олды. Бұл тура емес, бұл тура. Денсаулық бірінші қараш. Респираторда. Бұл мойыннан өткөрөз. Онда респираторлар жақсы сапаты. Бірақ тауыш қиыннан мындайды. Бұл жоқ болса ордыға медицинский маска киіп алсақ болады. Мына фильтрлері жақсы защитат етеді. Қолға перчатки. Перчатки сөзсіз болуш керек. Сол қолды киіп отам. Қараңыздар мен оң қолым, сол қолым. Мұнысы тура, мұнысы тура емес киілді. Себебі жеңге қамған химикат перчаткадан алып кетіш керек. Мынандай киіліш керек. Химикатмен іштегенде өзіңізге зияндылықты азайтыш үшін сөзсіз түрде бұл киімдерді киішіңіз керек. Мына мерді қарыш сапатты болуш керек. Мына медный купорос. Азыр екі түрді дар жасап беремін. Біз сіздерге бірінші 10 литр суға 700 грамм мочевина, 50 грамм медный купоросты шашқанды көрсетеміз даярдағанда. Бұл препараттармен іштегенде сөзсіз бізге пластмасс идіштер керек. Жығаш идіш болса дағым болады. Егерде темір идішке эмалированный темір болады. Жон темірге жасай тұрған болсаңызда реакция жүріп кетіп, дары өзінің күшін жоғалтады. Еме biz hazır 10 litre sudu çaçış üçün, ona çeлекке точно 10 litre sudu ölçü alabız, ha? Darının küçü жақсы oluş üçün. Точно 10 litre su oluş gerek. 1 litreden 10 ta koyabız, ha? Soğuğu da. 10 litrelik eме жоқ болып қалды фломастер. 10 litrге мынадай қылып метка қойып аламыз.
Мына жерден карандаш менен сызып койсок метка болот. Значит, 10 литр суу болду. Бул челек 11 литр экен да, а? 0,5 болуш керексе, ушу 100 грамм да? 50 gram bo'ladi. 0,5 bo'ladi. 4 2 Qog'oz men. Mana 50 gram medli kuparos tatib oldik, ha? 50 gram. Endi buni yemeğe salamiz. elli gram точно tartib olishimiz kerak. Dan kichikroq taroz bo'lishi kerak, uni jazash uchun. 50-60 gradus suvliqda. Bunu жақсылап езіп аламыз. Медный купорос жылу суда тезірек езіледі. Қазір кристалдарды көрдіңіздер. Мына жылу суда кристалл қалған жоқ. 700 грамм. Карбамид. 700 грамм. Понял. 700. Болды. Mana 700 gram maşinаны aldık. Bu yerде 10 litr суды құйып қойғанбыз. Bunu саламыз. 700 gram. Удобрениянын еріші қиын болады, көрдіңіздер бе? Жолда еріп кетіп тез ғой, қиыншылық менен ерік. Мен тракторға 3 қап салам да. Еріші яман қиын болады. Машинаны ерітіп аламыз. Қазір біз 10 литр суға 700 грамм машина, 50 грамм медный купорос қошқан дарылоонун жолын айттық. Мына бүгүндөн баштап кылсаңыздар боло берет. Чачканыңыздардан кийин 4 саат 5 саат жамыр болбой туруш керек. Медный купорос барып грибокторду өлтүрөт. Мед, жез, микроэлемент катары кызмат кылат. Анан шелыш болгондуктан зыянкечтердин тукумун күйгүзөт. А удобрение внекорневая подкормка болду, шакка барып жабышып туруп, вегетация мезгили башталган камби аркылуу өсүмдүк өзүгө сиңирип алат. Бүчүрлөр бакубат болот. Бүчүр багылып калат. Бүчүрдүн жаныга барып түшөт. Сетка, бул сита аркылуу өтсө, крупный калибрдагы. Мына ягынан куя турган болсом, дары тамчыласа, мына желкеме келип түшөт да. Сондуктан биягыдан туруп чачыш керек. Куюш керек. Удобрениянын ериши кыйыныраак болот. Ошондуктан удобрениядан кичине жылуу сууда эритип алсак болот. Азыр дары чачканда көз 2 адам болуш керек, бирөө жардам берип. Мына жерде кармай турган жерлери бар. Жуулуп чачырыш керек бул препарат менен. Нормасы жок. Жууп чача беребиз. Бул 1 литр ак үчүн куюлду. Азыр бул челекке ак салабыз. Мындай деп мен сунуштасам, биз бордо суюктугун кылабыз дейт, туура кылабы. Бул жылуу сууду, жылуураак сууду медный купорос үчүн жасайбыз. Бордо суюктугун жасайбыз. 300 грамм медный купорос тартабыз. 300 грамм. Көп болот экен, э?
300 грамм болады. Oldu. 300 грамм медный купоросты 1 литр суға таштап атабыз. Жылуырақ суға. Мұны аралаштырып тұрабыз. Еріш керек, медный купорос жылу суда жақсы ерейді. Таяғыбыздан темір болбаш керек. Сөзсіз жығаш таяқ болуш керек. Бұға 4 литр мұздақ су құясыздар. 2. Идіштер сөзсіз пластмас болуш керек. Адашып кетпеңіздер. Дәрінің қасиеті жоғалады. Бордо сұйықтығыны Францияда миллиард деген оқымышты. Бордо деген жерде жасаған. 18 қылым болса керек. Жүзімдің 5 литр болады. Жүзімдің миллия деген орысыға қаршы сепкен. Ошоны азыр біз 3%-тігі жылыға бір жолы ғана дараққа қыласыздар. Егерде мұны жалбырақ шығарғаннан кейін қыла тұрған болсаңыздар, дарақтың жалбырағын күйгізіп қояды. Кейінгі мезгілде 1% ғана қылағыз. 1% қылғанда бұны ерге 300 грамм емес 100 грамм құйылады. Мұна біз медный купоросты даярдап алдық. Еме берге 300 грамм негашенный извест таштайыз. Өчірілбеген акиташ. Акиташ жақсы күйгізілген болуш керек. Таш болып қалбаш керек. Дам берді. Қазір біз мұны ағы егерде акта мынандай таш шыға тұрған болса, препараттың өлшемі толық болуш үшін бұл ташты қайтып таразыға қоябыз. Мына 160 грамм таш болып қалды. Бұл ташты ырғытып беріп, ордыға жақсы күйген ақтан 160 грамм қоябыз. 160 грамм. Ақтың жақсысыдан. 160 грамм қойып тұрып, шул 160 граммды қайра таштайыз бұяққа. Себебі өлшем точный болуш керек. Ошибка болуш керек. 300 грамм акты бұяққа ертіп алдық. 300 грамм бордо сұйықтығын бұяққа ертіп алдық. Мұның алдыдан біз акты сөзсіз марлиден сүзіп алышымыз керек. Себебі актағы крупный калибрлар қалыш керек. Резко тоже. Себебі крупный калибр кейін аппаратқа тығылып түр. Емі сөзсіз түрді. Егерде біз актың суысыны медный купоросқа құя тұрған болсақ, баяғы ерек-ерек частицалар пайда болудан аппаратқа тығылып қинайды. Сөзсіз түрде біз көк асман жерге түшөт дейбиз. Медный купоросты акқа құябыз. Анан чуурултуп құябыз, мұны аралаштырып тұрабыз. Оны чуурултуп құясын. Чуурултуп, баяғы Одессадан құйғанда. Шундай. Мына 3% 10 литр бордо сұйықтығы бізде даяр болды. Ne oldu da? Bizde hazır. Bunun tuğra dayardalğanını tekşeriş üçün bizge dat basmagan mık gerek болады. Dat basmagan mıkta alışımız gerek. 1 minutaga salabız. Егерде мықты алсақ, сары-сары даттар басқан болса, біз препарат тур емес даярдаган болобуз. Мықты заң басып кала турган болса, онда біз известковое молоко кичине куюшубуз керек, аралаштырып туруп. Себебі ак аз болып, щелочка болып қалды, дарақты күйгізіп қояды. Мұны өте қылдаттық менен даярдаш керек, текшеріп турана чачыш керек. Болса лакмус қағазы болуш керек. Өңін өзгөртпесе тура даярдалган болот.